уаянха анил фахша. Ғалымдарымыз айтады, енді тіке аудармасы Аллахым ұятсыз істерден қайтарды дейді. Иә, зинадан қайтарды. Көз зинасы, құлақ, сөз зинасы, барлық зинадан қайтарды. Шамаң жете ма? Қаш. Ол жерде жанжал болса да қаш. Ол жерде қандай ауырлық болса да. Ғалымдарымыз сол зинадан қашқандығы үшін не бір атаққа жеткен әулиелерді айтады. Мысалы, Стамбул қаласында бір әтіршілердің көшесі бар. Әтіршінің көшесі деген көше бар. Сол сөзбен жеткізіп, сол жердегі бір аңызды айтқаны бойынша, кезінде сол үйме-үй жүріп, бір жұмыс жасайтын бір қызметші кісі бар екен. Жұрттарға бір енді, білмеймін енді, бір зат жөндеп береді ма, зат сатады ма, сондай бір кісі. Енді қаперімде болмай тұр, ол менің қателігім. Бірақ әңгіме ондай емес еді ғой. Сол бір кісі көшеде кетіп бара жатса, бір бай әйел жәрдемге шақырып, бір үйіме кіріп, мына бір нәрсемді түзетіп беріңізші деп. Үйіне кіргеннен кейін әлгі бай әйел, ал келдіңіз ғой, шай ішіңіз деп алдына тамақ жайды. Сөйтіп тамақ жайғаннан кейін терезелерді, есіктерді жауып, сен менімен бірге боласың депті. Өзі реңді келген бай әйел екен, бірақ ол кісі Құдайдан қорыққан ғой. Сол қатты Құдайдан қорыққаннан ары бері қашып кете алмаған, жанында қызметшілері тұр, есіктер, терезелер жабық. Өзі де адам ғой негізі бәрібір. Енді сәл нәрсе болса мүмкін мен де жығылам деп қорыққаннан мен әжетханаға барып келейін, қазір өзімді түзетейін деп әжетханаға кіріп, үлкен дәретке отырыпты да сол дәретті үстіне жағыпты ғой. Бетіне, бәріне жаққан ғой. Сөйтіп шығыпты. Сөйтсе жеркеніп, мынаны қуып шығыңдар үйден деп ананы далаға шығарып жіберді. Содан бұл өзі мынандай жаман, үстінің бәрі нәжес, бетін басып ұялғаннан сол көшеден жүгіріп өткен екен. Бірақ сол көше біразға шейін әтір сасиды екен дейді. Біраз замандар әтір сасып қалды. Сол көшенің атын әтіршінің көшесі деп атаған дейді. Бұл бір ауыз сөз болғанменен, аңыз болғанменен бізге сабақ болатын дүние. Аллахым фахша, ұятсыз нәрселерден қайтарды. Ол бір сөзі ғалымдардың, тәпсіршілердің зина болатын болса, жалпы ұятсыз нәрселерден қайтарды. Мен кейбір кезде мұсылман адамдардың, намазхан адамдардың ұятсыз сөздерді көп айтатынын байқап қалам. Балағат сөздерін көп айтатынын байқап қалам. Аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығатынын байқаймын. Ана кісі сөйлеп отқан кезде, мен ойлайсың ше, ана бір, білмеймін енді, бір нәжес жерден келген адам ау деп ше, бір қылмыскер, сондай бір кілең тәрбиесінің бәрі анау, не дейді, сондай бір нәжесханалардың жанында жүрген, аузына, ішіне, бәріне іріп шіріп кеткен адам ғой деп ойлайсың дейді. Бір уақытта намазға тұрып атады дейді. Ол қалай ол да? Иә, мүмкін ғой, мүмкін ол. Бірақ дегенмен, құрметті жақсылар, мынау аятқа амал қылайықшы. Сіздің біздің Раббымыз, жоқтан бар қылған Тәңіріміз, Алла табарака ва таала бекер айтып тұрған жоқ. Уаянха анил фахша. Ұятсыз нәрсенің бәрінен Аллахым сізді, бізді тыйды. Шамаңыз жеткенше, ұятсыз нәрседен қашыңыз. Қазақ халқында сол үшін атақты ақындардың әдемі өсиеті де бар. Ұят беттің пердесі, қымбатты ердің зердесі дейді. Ұят адамның бетінің пердесі. Сол перде жыртылса, ар жағының бәрі ашылады. Қымбатты ердің зердесі дегені ер жігіттің құндылықтарының бірі деген сөз. Өзіне, өміріне құнды қылып, өзіне ценность деп айтамыз ғой, рухани бір байлық қып ұстайтын дүние екен. Сол үшін құрметті жақсылар, ұятсыз нәрселердің шамаңыз жеткенше қашсаңыз екен. Ұятсыз ой ойлау, қарау, есту, сөйлеу, бүкіл ішіңізде сол нәрсені болдырмау.